Баршаңызға сәлем достар, мен бүгін американдық панкейк рецептісімен бөлісетін боламын. Бізге қажетті ингредиенттер: ұн, сүт, жұмыртқа, қант, сұйық пісте май, сода және уксус. Құрғақ ыдысқа жұмыртқамызды саламыз, кішкене араластырып, үстіне қант қосып, жақсылап араластырамыз. Енді сүтімізді құйып, жақсылап араластырамыз. Енді сұйық майымызды қосып, кішкене араластырып, үстінен ұн саламыз. Бір шай қасық содаға 3-4 тамшы уксус қосып, араластырып аламыз. Құрғақ табаға 2-3 қасық салып, қызарғанша пісіріп аламыз. Бетінде тесіктер пайда болса, демек ол пісті деген сөз. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар.